Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Сабағымызды бастамас бұрын ортаға шығып, дөңгелек шеңбер құра қояйықшы. Қазір барлығыңызға өздеріңізге стикерлерді ұсынам. Өздерің бір-бір стикерден аласыңдар да. Мынаның ішінде жақсы керемет сөздер жазылған. Сол сөздерді осы сыныптастардың ішінде осы сөз кімге лайық, соған апарып бересің. Ішіндегі сөзді оқып, сыныптастарының арасында осы сөзге лайық кім, соған бере қойыңыз. Ақылды, шығармашыл, мейірімді. Ернар сізде? Сабырлы білгіш. Жақсы. Әли? Міне осы сөздер, жақсы сөздермен бүгінгі сабағымызды бастайық. Олай болса орындарыңызға бара қойыңыздар. Осы арқылы мен сіздерді топқа бөлдім. Осы топ арқылы өзіміздің қатарымызды таба қояйық. Оқушылар, ең алдымен сіздер осы топтағы топ басшыларын сайлап алып, бағалау парақтарын ұсынамын. Әрбіреуіңізге жеке-жеке осы бағалау бойынша бүгінгі берілетін тапсырмаға, әр тапсырманың астындағы дескрипторға сай өздеріңе балл қойып отырасыңдар. Ең соңында бізде максималды балл 10 балл ғой. Сол 10 балдың нешеуін алдық, сосын ең соңында бағалаймыз. Жақсы ма? Бір-бірден ала қойыңыздар. Сабақтың соңына дейін әркім өзін бағалап отырады. Оқушылар, сабағымыздың өткен шығарма бойынша еске түсіру мақсатында біздер қазір барабан әдісімен жұмыстанамыз. Олар шығарма бойынша сұрақтар беріледі. Қазір бірінші топ басшылары жауап береді. Егер топтың мүшелері өз түскен сұрағына жауап бере алмаса, отырған топтар көмектесуге болады. Оқушыларына барабан әдісі бұнда қазір мен басқаннан кейін әрбір оқушыға сұрақ түсіп, сол сұраққа жауап береді. Мадина, сізге Ұлпан романының басты идеясы қандай? Ұлпан романының басты идеясы бұл қазақ әйелдерінің бейнесін көрсету. Жақсы. Дана, сізге Ғабит Мүсіреповтің қандай шығармаларын білесіз? Қазақ солдаты. Қазақ солдаты, жапон баласы. Жақсы, рахмет. Жазушы шығармаларының басты тақырыбы кім туралы? Қазақ әйелдері туралы. Дұрыс. Қазақ әйелдеріне көп деген әңгіме шығармалар арналған. Оның ішінен қандай ұлттық құндылықтарды байқадыңыз? Ұлпан романының ішінен мен салт дәстүрді, құда түсуді, қалың мал төлеуін, сосын көшіп-қону әдісі. Дұрыс, жақсы. Осындай ұлттық құндылықтар бұл шығармада көрінеді. Жақсы. Отыра қойыңыз. Мақсаты, оқушылар, әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасаймыз. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың троп фигура түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға береміз. Күтілетін нәтиже, яғни сіздер шығарманың мазмұнын білесіздер, сюжеттерін талдайсыздар, шығарманың көркемдік тілдерін мысалдармен оқулықтан дәлелдеп айтасыздар, және автор стиліне баға бересіздер. Осы мақсатпен жұмыстана отырып, сіздердің білімдеріңізді бағалаймын. Енді барлығымызға бірінші тапсырма, балалар, Ұлпан романы бойынша композициялық талдау жасаңыздар. Және шығармадағы сюжеттік эпизодтарын анықтап оқисыздар. Яғни шығарманың композициялық талдау басталуы, байланысы, дамуы, шарықтау шегі, шиенісі және шешімі. Бұны білеміз ғой, балалар. Содан кейін сюжеттік талдау дегеніміз сол басталуын шығармадан тауып дәлелдеп оқисыздар. Міне осы жерде басталған оқиға осы жерде айтылады. Байланысы, мына жердегі сюжетте байланысы көрінеді деп оқулықтан дәлелмен айтасыздар. Бұл тапсырма бойынша бізде балалар 3 балл. Міне дескриптор алдарыңызда көрініп тұр. Енді бұл жұмысқа мен сіздерге мынадай ақ қағаздар, фломастерлер үлестіремін. Осы ақ қағазға жазамыз. Берілетін уақыт балалар 5 минут. Композициялық талдауды өздеріңіз жасадыңыздар. Мен қазір дұрыс жауабын тақтаға шығарамын. Сол дұрыс жауабы бойынша өздеріңнің жазған жұмыстарыңызды тексеріп, өздеріңізге баға қоясыздар. Бірінші басталуы, Есенейдің жылқысына жайылым іздеп жүруі. Байланысы, салт аттылардың қосқа келуі. Дамуы, Ұлпанның Есенейге жар атануы. Шарықтау шегі, Ұлпанның екінші Есеней атануы. Шиеленісі, Есенейдің сал ауруына ұшырауы. Және шешімі, Ұлпанның азап пен жан тәсілім етімі. Міне осыны өздеріңізге келе ма? Бір-бірден қарап, қателеріңіз болса айта қойыңыз. Оқиғаның басталуы, Есенейдің Қаршығалыға келуі. Және де байланысы 3 салт атты Есенейге арызымен келуі. Дамуы, және шиеленісі, Ұлпанның екінші Есеней атануы. Шарықтау шегі, Есенейдің сал болып ауырып қалуы. Шешімі, Ұлпанның мерт болуы. Жақсы. Яғни менің жауабыммен келеді екен. Жақсы, отыра қойыңыз. Сіздерге тапсырма? Оқымай ақ қойыңыз, дұрыс па? Біздер де көбін дұрыс жазғанбыз, яғни мысалы келеді, алайда байланысына Ұлпанда кездестіруін жаздық. Жаңағы 3 балл болды, сол бойынша өздеріңе балл қоя қойыңыз. Шығармадан сюжетін тауып оқып беруіміз керек. Яғни оқиғаның басталғаны қай жерде айтылады, оқиғаның байланысы қай жерде көрінеді, соны маған оқулықтан тауып оқып беріңіздер. Оқиғаның басталуы ол Есенейдің төртқаш жылқысы Қаршығалы шұбарына жақындап келіп, қаттылай төніп қалып екені. Яғни бұл кезде Есенейдің Қаршығалы ауылына жылқыларына жайылым іздеп келуі. Жақсы. Қосалқы атын жетелеп жүретін жас жігіт Түркімен Мүсірептің туған інісі Кенжетай. Осы күні Есеней жайына қалып, Ұлпан Есеней болып, Расыл Ұлпан асқан ақылдан еді. Осы тән әуелі Есенейге айтқызып алып, өз байламын әуелі Есенейге байлатып алып жүріп. Жақсы. Келсеңіз оя балы. Шиеленіс кім оқиды? Мадина. Қол аяғынан жан кетіп, Есеней де Артықбай батырға ұқсап, сау болып қалып еді. Жақсы, дұрыс, керемет.
міне балалар, бізде шығарма композициялық талдау жасадық, сюжетін анықтадық. Олай болса бізде келесі тапсырма. Мен сіздерге алдын ала дайындалған клишелерді ұсынамын. Осы клишелер бойынша шығарманың сюжетіне өздерің сюжет құрастырасыңдар. Яғни ең алдымен деп басталу керек. Осыдан кейін, содан соң деп осы сөздерді қолданамын. ең алдымен есенейдің қашығалыға 4 тереңмен бірге келеді. Содан соң есеней қашығалы ауылындағы артықбайдың қызы ең алдымен есеней баланы жер іздеп қашығалға келеді. Осыдан кейін ұлпанға кезігіп, оның осындай өжеттігіне қызға қарап көңіл алып қалады. Оқушылар, бізде келесі тапсырмамыз шығармадағы топтарды, көркемдік тәсілдерді анықтаймыз. Ол бойынша мен сіздерге топтық жұмыс бергім келіп тұр. Бірінші топ портретті анықтаймыз. Портреттің ережесін жазамыз, және шығармадан дәлелдейміз. Екінші топ теңеу эпитеттерді анықтап, шығармадан мысал келтіріп оқисыздар. Үшінші топ метафораны анықтайсыңдар дәлелімен, және төртінші топ пейзажды анықтап, шығармадан дәлел келтіресіздер. Біздің топқа берген тапсырма ол портрет анықтау болатын. Ең алдымен портреттің ережесін біліп алайық. Портреттің ережесі портрет отыр сипатын анықтайды, мінез құлқын сипаттайды. Өтпен мүсіреп аздап сыбызға тартады. Бозінген, бозманай, сүйір батыр, алғашқым деген күйлері бар. Одан соңғы құмары бір жақсы ат, құнымды киім серілеу адам. Бүгінгі біздің топқа берілген тапсырма метафораны табу. Оқушылар, сабағымызды бекіту мақсатында Кахот платформасы арқылы қазір балалар тест орындаймыз. Бірінші орында. Оқушылар, енді сабағымызды қорытындылай келе рефлексия жасаймыз. Яғни сіздер бүгінгі сабақ бойынша бәрі түсінікті, есте сақтадым, сұрақтарым бар, түсінгенім деген сөздерді пайдаланып, осы сабағымызға рефлексия жасап жіберейік. Әрбір топтан бір оқушыдан сөйлеп қойсын. Маған бұл сабақта барлығы түсінікті болды. Ең есте сақталып қалғаны бұл ұлпанның өмір баяны болатын. Және барлық тапсырмада маған жеңіл болды. Жақсы. Мына топтан маған бүгінгі сабақта бәрі түсінікті болды. Композициялық талдау жасағанымыз бәрінен жақсы түсінікті болды. шығарманың мазмұнын толық білді деп есептеймін. Енді бүгінгі сабақта белсенділік танытқан оқушыларды бағалағым келіп тұр. Мысалы, мына бірінші топтан Диананы 10 балмен бағалаймын. Екінші топта Азатты 8 балмен бағалаймын. Ернар топтық жұмысқа қатысты және шығарманы оқыды, 8 балмен бағалаймын. Мына топта бізде Арай өте белсенді, Фатима, Лазиза 10 балмен бағалаймын. Дәулет 7 балмен бағалаймын. Басқаларыңызға мына өздеріңнің бағалау карточкалеріңізге қарап баға қоямын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.